Hayırlı күн достар. Бүгін мен сіздерге наурыз көженің рецептісімен бөліскім келеді. Әр аймақта наурыз көжені әр түрлі қылып дайындайды. Ең бастысы құрамы 7-ден кем болмауы керек. Ең алдымен бізге қазы және ет керек болады. Менде жылқының еті. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа ет қоссаңыздар болады. Енді етіміз бен қазымызды жуып, қазанға су құйып асып қоямыз. Сәлден соң етіміздің суы қайнаған кезде судың бетіне еттің көбігі шығады. Соны сүзгішпен алып тастаймыз. Етімізді шамамен 2,5 сағаттай пісіреміз. Тұрған сорпаның ішінен қазымызды алып, қазыны зубочисткамен тесеміз. Керекті заттар: тары, маш, бидай, фасольдің екі түрі менде, қызыл және ақ түрінен. Содан кейін жүгері, мейіз, құрт және күріш. Сонында қатық немесе айран құйсаңыздар болады. Менде бұл жерде айран. Етіміз пісем дегенше алдымен бидай, жүгері, тарыларға, машқа қайнаған ыстық суды құйып, бұқтырып қоямыз. Бетін жауып тұратындай ыстық су құямыз. Одан соң тәрелкені жауып, шамамен 1,5 сағатқа бұқтырып қоямыз. Міне видеодағыдай ыстық суды құйып болдық. Содан кейін тәрелкемен беттерін жауып 1,5 сағатқа бұқтырып қоямыз. Ал енді құртымызды ыстық сорпаны құйып, оны езіп қоюымыз қажет. Ыстық сорпада құртымыз 20 минут тұрса, құртымыз жібіп тұрады. Міне 20 минут өтті, одан соң осылай үстін басып, езіп шығамыз. Міне құртымыз езіліп дайын. Міне етіміз пісті. Ендігі етіміз бен қазыны сорпадан сүзіп аламыз. Қазы мен етіміз пісті. Келесі етімізді ұсақтап, турап дайындап қоямыз. Міне видеодағыдай етімізді ұсақтап турадық. Сорпасы мөлдір болу үшін оны сүзгіден бірнеше өткіземіз. Енді қайнап тұрған сорпамызға бірінші жүгері саламыз. Содан кейін машты саламыз. Содан кейін фасольді саламыз. Бірінші қызыл фасольді салдым, одан кейін ақ фасольді салдым. Салып болғаннан кейін бидайды саламыз. Бәрін араластырып 40 минут қайнатуға қоямыз. Міне 40 минут өтті. Тамақтың пісуіне жақындаған кезде мейізімізді саламыз. Содан кейін күрішті саламыз. Күріштен кейін
ең соңғы тарымызды саламыз. Міне осындай көжеміз дайын болды. Осының үстіне бағанағы туралған етімізді саламыз. Міне наурыз көженің дайын болуына сәл ғана қалды. Енді осы дайын болған наурыз көженің үстіне бағанағы езілген құртымызды құятын боламыз. Енді көжемізді ыдысқа құйып аламыз. Сәл ғана суытқандарыңыз дұрыс. Өйткені үстіне жаңа қатық немесе айран құйған кезде ол үріп кетпеу керек. Мен бұған айран қосамын. 3 қасық айран қосып, оны әдемілеп аластырамын. Міне көжеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.